Баршаңызға ассалаумағалейкум. Экология министрлігі мен РОП операторы 180 миллиард теңгені ұрламақ болған. Бас прокуратура үйлестірген сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет аса ірі көлемдегі ұрлық әрекетінің алдын алды. Антикор экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің шенеуніктері мен оператор РОП ШС басшылары 6 қоқыс құрылысына жеке ұйымды заңсыз қаржыландырған үшін утиль алым төлемі түрінде жиналған 180 миллиард теңгені компаниядан шығаруды жоспарлағанын айтты. Сонымен бірге электр қуатын мемлекет 15 жыл бойы негізсіз жоғары тарифпен сатып алуға және жеке компанияға миллиардтаған доллар пайда әкелетініне кепілдік берілді. Уақытында қабылданған шаралардың нәтижесінде аталған заңсыз әрекет тоқтатылды деді Антикор, экс-экология вице-министрі мен РОП оператор ЖС-нің бұрынғы басшылары қамауға алынды. Біз әлемде және Қазақстан жаңалықтар жайында шындықты айтамыз. Лайк, коммент арқылы көмектесіңіз. Жазылуды ұмытпаңыз. Бұл арна үшін сіздерден ең үлкен көмек.